Dostlar, biz bugün uyuyacağımız. Ballarda oynatып отырмыз. Bugün демалыс күні, сенбі күн. Аяжан банадан бері бар ғой, есікті біреу қағып тұр. Не, қарасам бар ғой, қарасам мына жерден көрінбейді ешкім. Бірақ қағып тұрды, бірақ ешкім көрінбейді, қайкөн. Қағып тұрды, бірақ ешкім көрінбейді. Ашып көреміз, давайте. Ашасың ба? Ашам. Бәлсе бойы кішкентай екен ғой, бәлсе неге көрінбейді деп қоям да? Мен бандитпін. Сен кімсің? Мен бандитпін. Ема. Достар, біздің үйге бандит кіріп келді. Сен қалай бандит болып кеткенсің? Өткен жолда мен жолда бағана ойнап келе бердім. Сол кезде мен балды 5 бал ұстатта көрдім. Бәрі жерім қап-қарып кеткен. Аяжан, мынау біздің Арай емес па? Иә. Сен біздің қызымыз Арай емессің ба? Қалай бандитке айналып кеттің? Ема, достар. Менің қызым бандит болып кеткен. Маған тамақ әкеліңдерші. Әпсі тамақ әкелмесінде мынаны атамын. Жарайды, атпаш бізді. Қандай тамақ алып келейік? Өзіңіз білесіздер. Ема, Аяжан атам дейді. Я апарам. Самса жейсің ба? Самса апарайық. Самбам. Қайқонға бер апарам дейді. Ема, достар. Арай бандитке айналып кеткен. Қараңыздаршы, түрін деген. Иә, біз атам дейді еще деген. Қалай, енді не істейміз енді? Саған неше адам шабуыл жасады? 5 бала ма? Сен жалғыз өзің солармен төбелестің бе? Мен жауызды. Жауыл ұрып кетті ма? Сосын мына көгергендер ма? Бет аузың бәрі көгеріп қалды ма? Сосын қап-қара киімім болды. Сосын сен де бандитке айналып кеттің бе? Бәсе, Арай деген кешеден бері жоқ та, Аяжан? Иә. Таба алмай жатырық, назым да жүріп жатырық. Бәсе кешке деген достармен ойнауға кетіп еді. Онда солармен төбелесіп бандитке айналып кеткен ғой. Ема, достар, түрін қараңыздаршы. Бандит, ема. Хавикон, Арайкон бандит болып кеткен. Ана пистолетпен біз атамыз дейді. Пистолет жоқ еді, пистолет. Достар, тұрмысын қараңыздар. Қалай өзгеріп кеткен? Менде не бар екен білесіңдер ма? Қайсы не бар көрейік? Менде телефон бар. Мынаны базарда. Мына телефон қайдан алдың? Мынаны базарда ұрлап алып кеткен. Ұрлықшы болып кеткен еше бандитке айналам деп. Ұрлық жасауға болмайды, білесің бе? Барды апарып бер жаңа телефон жарай ма? Менде ақшам бар. Еще сумкыңде ақшасы бар екен. Ақшаларды қайдан алдың? Ұрлап алдым банктен. Банктан алып кеттің ба? Неге олай болып кеттің? Бандиттерге қосылып, ұрлықшы болып кеткенсің ғой еще сен. Білесің ба? Өйтіп банктануға болмайды. Бізде апатайымыз бар ғой, аны тұрған. Мынандай бандит қылып ұстадым. Ана жолда жатыңызда бандит болып келеді. Мына ақшаны апарып бер жарай ма? Бұлай жасауға болмайды. Достар, көрдіңдер ма? Қалай өзгеріп кеткенін? Арай, ол сен бала емес, ол сен інің ғой, бауырың туған інің. Неге олай сөйлеп тұрсың оған? Достар, көрдіңдер ма? Қалай өзгеріп кеткені Арайдың інісін танымай тұр ғой. Болмайды бұны, достар. Кері өзінің қалпына айналдыруымыз керек. Сен кәдімгі Арай болуға дайынсың ба? Жоқ, ма. Қарсап ұстар болуға ұнамайды ма? Қап-қара киімден бандит. Сонда өмір бақи бандит болып жүре бергің келе ма? Иә. Мектепке қалай барасың ертең? Сені кіргізбейді ғой бандитті қолған түріңмен. Ақшам берсей, сондай көрді. Киімің қап-қара түрің мынандай бандит сияқты кіргізбейді сені. Маған болғай кіргізсе, мына пистолет. Кіргізсе пистолет. Айтып тастайды. Аяжан, естейміз енді. Мен білесіңдер ме қалай тықылдайды? Жүш, бері келші бірдеңе айтам. Мен су әкеп беріңдер, су әкеп беріңдер. Жарайды қазір.
Ема, Аяжан көрдіңдер ма? Еще деген бұрынғы арай болғым келмейді дейді. Бандит болып жүргім келеді дейді. Давай полиция шақырамыз ба или? Полиция шақырамыз ба? Или оны полиция шақырсақ алып кетеді ғой да, бірақ еще ұрлаған, телефон ұрлаған, ақша ұрлаған да. Не істейміз? Ана бізге су әкеп берді ғой, или ана суына бар ғой, ұйықтататын дәрі қосып. Ұйықтататын дәріні қоссақ бұрынғы қалпына келмес пе екен? Келетін шығар да. Көреміз ба? Ұрлап жатыр я. Ема достар, өзінің үйін өзі тонап жатыр, қараңыздаршы. Көрсін. Ема. Арайко неге бұндай бандит болып кетті? Жүрсін қараңыздар достар. Тағы да бірдеңе бар ма деп қарап отыр. Қалай бандит болып кеткен ема? Достар қараңыздар, әлі бірдеңе ұрлап отыр. Біз бұна жерде алынып тұрық. Достар. Қараңыздар. Папасының сағатын алып отыр. Қараңыздар тұрсын. Жүр барайық, қасына не істеп жатсың? Бандит, не істеп жатсың сен? Қалай сендікі, ол біздің үй тек зат қой. Мына қызғаншақтан алам беріңдер. Арай, неге сен бандит болып, жаман болып кеткенсің? Ал менде мынандай сағат бар. Бізде ұрлап алған тоже да. Болды, мен сендер ұрлап алдым ба? Болды, мен кімде болады? Достар, біз оны кәдімгі арайға айналдыруымыз керек, я. Атя деген ұрлық деген жаман, ұрлауға болмайды. Еще бандит болуға да болмайды. Жүріп соған су әкеп. Ал достар, суымызды дайындадық. Енді оның ішіне ана жерден алды қос. Жүркетті апарып берейін. Бандит саған су алып кетірік. Ішіне қосқан жоқсыңдар ма? Жоқ. Дочина? Өзің су алып кел дедің ғой енді. Шаршаған шығарсыз, бандит түнімен деген ұрлаған болсаңыз да ұйықтап алсын, жүр кеттік. Мазасын алмайық. Қазір тұратын болар. Айжан енді деген біз өзінің қалпына келтіретін дәрі қостық қой. Өзіміздің арайымызға, красавица арайымызға айналатын болар да. Күтейік, мүмкін оянса өзінің бұрынғы арайымыз болып қайтып оралар мүмкін да. Күтейік, жүр кеттік. Өзіміздің арайымыз болып оралса жақсы болар еді. Бандит деген жаман ғой, ата деген. Біраз уақыт өтті ғой, 2 сағаттай да. Ұйқыдан тұрғаннан шығар. Барып көрейік жүр. Көрейік жүр. Не болды? Ема, қараңыздар. Арайкүн. Арайкүн. Жаным. Сен красавицама айналыпсың ғой бұрынғы қалпыңа. Сіз білесің ба? Сен деген бандит болып кеттің ғой. Жаман ұрлықшы, еще бандит болып кеткенсің. Наконец-то менің қызым болды. Енді бандит болма жарай ма? Ал достар, біздің мини-фильміміз аяқталды. Осымен келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Аяжанның рөлі қалай болды? Сіздерге Аяжан ұнай ма? Аяжанға канал ашайық па? Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Ашыңыздар десеңіздер, Аяжанға канал ашатын боламыз, Аяжан? Аяжанда видео түсіретін болады, күшті. Так что давайте комментарийға толтырып жазыңыздар. Аяжанда күшті блогтар, вайндар түсіретін болады. Ал, всем пока!